Саламатсыздар ма? Біздің каналға қош келіпсіздер. Қазақша жаңа контент, видео біздер түсіріп тұратын боламыз. Жоқ болып кетіп жатсақ кешірім сұраймын. Жаңа отбасым себепті балалы болдым. Құттықтап қойсаңыздар болады. Комментария жазып, лайк басып, бізге тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өтініш сіздерден қазір тіркеліп қойсаңыздар болады. Сіздерге алдағы уақытта әртүрлі препараттарды жаңағыдай барынша ашылып нақты айтатын боламын. Не үшін қолдануға болатынын, не себепті қолдануға болмайтынын, қандай жаңағы зияндары бар, соны ашық айтатын боламыз. Сол себепті біздің каналдан алыстамаңыздар. Қазақша каналды дамытуға сіздер себеп боласыздар. Бүгінгі таныстыратын препаратымыз лименді свечесі, жаңа гинекологиялық свече болып табылады. Бұл гинекологиялық түрлі ауруларды емдеуге арналған антисептикалық бактерияларға қарсы препарат болып табылады. Бұл Турция елінен шыққан лименді. Бұл продажада аптекаларда бар, барлық аптекаларда по назначению врача дегеніміз бұл только врачтың рұқсатымен, былайша айтқанда гинекологтың рұқсатымен салынатын свечи. Бұл свечи ішінде 7 штук болады. Көрініп тұр ғой, да? Мен қолыма перчатка киіп алдым, ыңғайсыз. Мынандай ішін ашып көрсетейін сізге түсінікті болу үшін. Аннотациясы бар. Бұл енді орысша аннотация деп айтамыз, бірақ қазақшасы ішінде жоқ. Сол себепті сіздерге бүгін бәрін қазақша айтып беретін боламын. Және де мынандай ұзын шапақса свечи, іші сарғыштау. И ішінде жаңағы несі бар, салапаны бар. Бұның ішінде перчатка. Бұны қолдарыңыз лас болмау үшін, свечи болып қалмау үшін қолыңызға киіп салуға болады. Бұл лименді свечесі не үшін деп айтатын болсаңыздар, бұл біріктірілген, микробқа қарсы біріктірілген препарат. Біріктірілген препарат дегеніміз ол екі қосындыдан тұрады. Бірінші метриндазол бар, бірінші, екінші меканазол бар, екі состав бар ішінде. Сол себепті күшті қызмет атқарады. Метриндазол бұл анаэробты стрептококктарға, трихомоноидты вагиноздарға, гарденелла вагиноздарға жақсы көмектесетін болса, меканазол олар зеңге. Зеңді білесіздер, да? Зеңді қазақша зең деп айтады, бірақ қазақша көп түсіне бермейтін адамдарға грибок, кандид, кандилома, кандидоз дегендер бар ғой, ағарып тұрады, бородавка сияқты болып тұрады. Сондайларды емдейді, жақсы емдейді. Сосын үлкен кісілерді түшкіргенде, жөтелгенде, зәр шықты деді, кішкентай, соларды жақсы емдейді. Сондықтан да осыны свечаны салуға болады, ешқандай қорықпай. Бұның қолданылуы қанаптық кандидозда, жаңағы төменгі жақта кандидоз болады, соларға, сосын бактериялық вагиноздарда, трихомоноидты вагинездерде, трихомоноидты вагинизм деген жаңағы жыныстық қатынас арқылы жұғатын бактериялар бар ғой, вот соларды жақсы емдейтін препарат. Қолданылу тәсілін айтатын болсам, бұл ішінде өзі 7 свечи болады. Кешке жатарда, түнде жатарда салынады. Не себепті түнде деп айтатын болсаңыз, бұл свечи дене температурасына еріп кетеді. Сондықтан да түнде салғаныңыз жақсы. Түнде адам организмі демалған кезде бұл өзінің қызметін атқара береді. Ал егер күндіз салатын болсаңыздар, желательно демалып, гинекологтар рұқсат береді ғой, аяғыңызды көтеріп қойып, күндіз демалып салып жатуға болады. Егер трихомоноидты вагинизмде бактериялар қайтып шығып жатса, бұны 14 күнге ары қарай жалғастыруға болады. Бірақ енді врачтың, гинекологтың рұқсатымен. Енді бұның жағымсыз әсері де болады. Жағымсыз әсері өте сирек. Төмен жақ қышуы мүмкін, қызарып кетуі мүмкін. Егер ол жағдайда болып жатса, ісініп, іші ауырып, түйіліп жатса, онда гинекологыңызға айтып тоқтатуларыңыз болады. Бірақ ол сирек. Бұның айрықша нелері бар. Жағымсыз әсерін айттым, ол сирек. Сосын қолдануға болмайтын жағдай. Енді ол қолдануға болмайтын жағдай. Ол бүйрек егер жұмыс жасамайтын болса, кейбір адамдарда болады, екі бүйрегі де жұмыс жасамайды. Сол себепті
зәр шығару арқылы жұмыс жасайтын болған себепті бүйрек арқылы жұмыс жасайтын болғасын бүйрекке әсер етеді. Сондықтан да егер бүйрек, білесіздер ғой да, орысшасы почка, егер почка жұмыс жасамайтын болса не жылайтын, салмаған дұрыс. Сосын эпилепсия кезінде салуға болмайды. Эпилепсия ауруларын білесіздер да, талма ауруы. Вот сол кезде болмайды. Сосын жаңағы жүктіліктің первый триместрі. Жүктіліктің первый триместрі деген ол түсінбеуі мүмкін. 12 аптаға дейін әйел адамдар, жүкті әйел адамдар 12 аптадан кейін болады. Ол балаға уже зиян жоқ деген сөз. Сосын жаңағы емізулі балалар дегеніміз ол жаңағы мына метрендазол құрамындағы, жаңа айттым ғой, 2 состав бар деп, соның біреуінде метрендазол ананың сүтіне барады. Сол себепті 6 айдан кейін бала емізетін болса, ол сол кезде болады. Сосын айрықша нұсқалары деген бар, оны да тыңдап кеткеніміз дұрыс. Айрықша нұсқалары дегеніміз олар жаңағы болмайды. Олар мына свечені ауыз арқылы, біреулері бар ғой, ауыз свечаларды таблетка сияқты болады, вагинальный таблеткалар. Соны көбінесе шатастырады әйел адамдар. Төменгі жаққа салудың орнына, қынаптың орнына салудың орнына төменгі жаққа ауыз арқылы салып жүреді. Сондықтан да ауыз арқылы салуға болмайды, тек қынап ішінде. Сосын леминда препараты қыздығы бар бойжеткендер болса салуға болмайды, қыздығын жойып алады деген сөз. Сосын тағы айрықша нұсқалары алкогольмен болмайды. Алкоголь дегеніміз жаңағы спиртной ішетін кісілерге, пивомен болмайды. Бұның составындағы, құрамындағы метрендазол мен меканазол спиртпен жойылып кетеді. Сондықтан да 24 сағаттан кейін немесе 48 сағаттан кейін 2 күн, 3 күн аралығында ішіп болғаннан кейін спиртнойды сол күннен бастап 2-3 күннен кейін ішуге болады. Яғни свеча болып салуға болады. Тағы да не айтамыз? Жаңа трихомоноидты вагинизм деп айтып кеттік, жыныс арқылы жұғатын, жаңа жыныстық қатынас арқылы жұғатын бактериялар бар ғой. Сол кезде егер жолдасыңыздан сондай болып жатса, онда жолдасыңыз да басқа дәрімен емделіп, өзіңіз де осы свечамен емделуге болады. Басқа енді айтатын бары осы, ішінде жазылып тұрғаны да осы. Ендігіде келесіде қандай дәрілер айтатынымды нақты айтып кетсеңіздер, комментарияға жазып кетсеңіздер, сіздер үшін ары қарай да видео түсіре келетін боламыз. Каналға жазылып кетіңіздер, бізбен бірге болыңыздар, сау болыңыздар, ем болсын, ауырмаңыздар.